Ассаламу алейкум қадірмен көріңіз, шұғыл арнасын көріп отырсыздар. Использует аккаунт Google. Телефон бізде Redmi 13-сы Google аккаунтқа түсіп қалған. Әнеке далее енді өткізбейді. Енді біз MIUI неше екенін көре салайық. MIUI 14 екен. Русский не жерге дәл жазсақ болады, жаңылыспасам. Wi-Fi бөлігіне келеміз де, не жерден новая сет деген таңдаймыз да. Жерге бұлай жазып көреміз. Айтыр бірнеше рет жазып. Бұнда ештеңе шықпайды екен. Онда бұлай істейміз қазір. Мінекей, ішіне сим карта салып көреміз қазір. Пин-код сұрайтын сим карта. SOS дегенге басамыз. Данные для экстренных случаев. Звоник звондап көреміз. Определяем, где вы дейді міне. Звоникке звондаймыз. Определяем, где вы. Google карта шығу керек. Мінекей. Шарт тастаймыз. Үндемей. О, настройка көп көріп. О, настройка көп кетеді екен. Қазір телефонды жалғастырамыз. Жаңа несін көрдіңіздер, настройкаға кіріп кетті мінекей. Жаңа кірмесе жаңағыдай мынау экстренный вызов арқылы звондап Google карта арқылы кіріп алуға да болатын сияқты негізінде. Ол жолында бір көрсете салсақ, егер мүмкіндігіміз болып жатса біздің. Әрине. Яғни қоңырау шаламыз, үндемей тұрамыз одан кейін. Мінекей пропустить на жерден. Разрешить. Закрыть. Обновление жасамаймыз. Поделиться деген таңдаймыз на жерден. Ол жерден кейінгі заметки деген таңдап көрсек. Мінекей на жерден нам басамыз. Отправить как изображение. Және на жерден. Мінекей. Жаңа настройка кірудің жолы жаңа төбесіне шторкаға мен настройка басып көреміз. Егер настройка кірмей қалатын болса, Google картаға кіріп, Google карта арқылы поиск по изображениеге басамыз. Және жерден нелер шығады, подсказка деген сияқты. Екеуін біреуін таңдаймыз, яғни біреуін таңдап. Және жерден жазудың үстіне басып көреміз. Оның үстіне басылмады ма? Оның осыны таңдап көреміз. Яғни телефон қуып қалады енді осылай. Кеңіздер кез келген біреуін таңдап көреміз де. Перейти деп басып көреді екенбіз. Без выхода аккаунт. Осылай таңдаймыз айтпақшы, мінекей. Және кішкене күтеміз. Интернеттің істеуіне де байланысты біздің істеуін, телефонымыздың интернеті қалай болып жатыр екен. Камера. Қазір интернет тексеріп жіберсек. Мына біреуіне тағы басамыз да, одан кейін үшіншісіне басамыз веб-поиск.
MIUI-ға лақтырып жіберді бізде. Кешірім сұраймын анда. Жаңа поделиться дегенмен басып кіру керек екен негізінде. Интернет пин-код сұрайтын өшіп қалды ғой, Жарайды, настройға кірген жайынан көрсете берейікші анда. Енді не істейміз? Настройға кірдік. Приложение басып көреміз. Все приложения. Get apps бар екен жерде бізде. Get apps'қа кіреміз. Бұл жерде Activity Launcher жоқ енді. Пропустить. Мына жерге Shortcut Maker деп жазамыз. Shortcut Maker. Что там? Және загрузка жасаймыз. Установить. Открыть. Got it. Енді телефонның камерасы, телефон қызып кетті деп не қылса бола ма? Мына жерден Activities дегенге таңдаймыз. Activities деген. Күтеміз енді загрузка болған. Ең төменіне түсеміз, және ол жерден ядро системы безопасности деген болады. Осыған басамыз. Пространство. Ядро отпечаток второго пространства деген таңдаймыз. Great shortcut емес, Trezis shortcut деген таңдау керек. Кешірім сұраймын. Пропустить мына жерден. Және телефон Google аккаунттан ашылды. Мінекей бізде телефон дайын. Настройки. На телефоне MIUI 14, Android 13. Және біз телефонға Google аккаунтсыз, YouTube'сыз кіріп кететін жолдарын көрдік, жаңа көрдіңіздер. Приложение. Енді біз бұны с телефон настройкасының ішіне сброс жібереміз. Сброс настроек. Все. Сброс настройки. Күтеміз енді. Дален басамыз. Және окей деген күтеміз де. Екінші жерден внимание де бұл сұрай береді жаңағыдай. Мына жерден окей деген таңдаймыз да. Телефонды осылай толықтай форматта жібереміз. Және ішіндегі сим картасы, пин-код сұрайтын сим картамызды алып қаламыз өзіміздің. Телефон осылай Google аккаунттан ашылды. 13-сі. Пайдасы тигенімізді міндетті түрде каналға тіркелесіздер. Баршаңыз аман сау болыңыздар. Шұғылай қарнасы. Ассаламу алейкум.